Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді етті бәліш пісіреміз. Ол үшін бізге керек заттар: ұн керек болады, сұйық май, су, тұз және қопсытқыш керек болады. Ең алдымен ыдысымызға суды құйып аламыз. Одан кейін сұйық майды құямыз. Тұзын саламыз да жақсылап араластырамыз. Кейін ұнды салып, үстіне қопсытқышты саламыз. Қасықпен немесе өзіңіз қолдарыңызбен илеп өтсеңіздер болады. Міне осылай. Кейін дайын болған қамырды полиэтилен пакетіне салып, жарты сағатқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Салмасына бізге картоп, 2 дана, пияз, одан кейін фарш, асқабақ өнімдері керек. Міне видеодағыдай осылай төртбұрыштап турап алыңыздар. Енді барлығын бірге қосып саламыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын қосасыздар. Жақсылап осылай араластырып алыңыздар. Міне біздің салмамыз дайын болды. Жарты сағат мұздатқышта болған қамырды алып, 2-ге бөлеміз. Одан кейін жұп-жұқа қылып қамырды жаясыздар. Осылай міне оқтап орап алыңыздар. Маған осылай ыңғайлы болсын. Осылай орап алдым. Противенге жабысып қалмау үшін осындай арнайы қағазын салып аласыздар. Кейін салмасын салыңыздар. Міне дайын болды. Ендігі кезекте жоғарыға салатын қамырын дайындаймыз. Оны да осылай жұқалап жайып, оқтаймен орап алыңыздар да үстіне өстіп сала қоясыздар. Одан кейін жан-жағын видеодағыдай жақсылап біріктіреміз. Осылай әдемілеп сәндеп алсаңыздар да болады өріп. Келесі кезекте жұмыртқаны шайқап аласыздар. Кейін бетіне жағып шығыңыздар. Ортасын кішкене кесіп қоямыз. Немесе шанышқымен басып шықсаңыз болады. Себебі ортасы барлығы жақсылап пісу үшін. Міне духовкаға 180 градуста 1 сағаттай пісіреміз. Міне біздің бәлішіміз дайын. Қарағандарыңызға рахмет, ас болсын.